Сәлем достар, бүгін балалардың сұрауымен түскі асқа пицца дайындадым. Бұнда енді қамыры 100% дәл шыққан керемет пицца шықты. Алдымен жылы суға сүт, секер, тұз, дрож, ұн және қаймақты араластырып, өте жұмсақ қамыр илеп, оны қамырды соңында майлап, пакет жауып, жарты сағатқа ашығанша қойып қойдым. Сосын қамырымыз ашығанша бетіне төсейтін тағамдарымызды турап дайындап алдым, және де менде мында майонез бен ащы томатты араластырып соус жасап алдым. Сосын табаны майлап, қамырымды жазып алдым да бетіне подливасын жағып, 180 градус қызып тұрған пешке 5 минутқа жартылай пісіріп алдым. Жартылай піскесін ғана бетіне начинкасын қойдым. Балалардың вкусына қарай сыр, колбаса және помидор қойып, бұны да бір 3 минутқа пешке пісіріп алдым. 3 минуттан кейін пештен шығарып, петрушка және сырымды салып, сырды еріткенше 30 секундқа тағы да пешке салып алдым. Ал мінекей біздің пиццамыз дайын. Қамыр өте керемет, өзі де өте дәмді. Осылай дайындап көріңіз.